Ассаламағалейкум рахматуллахи ва баракатуху. Қалайсыздар, Қазақстанның халықтары, бүкіл әлем. Енді сіздерді тек білеміз, күніге көреміз интернеттен қандай екендеріңізден. Негізінде ислам дінінде осы ақырет кездегі, дәл қазіргі кезде негізі ислам дінінде айтылған халайық. Бұл ақырет кезде жерге жұмақтан ардақ баланы жерге түсіреді деген бар, айтылған пайғамбарымыз саллаллаху айтқан бар хадис. Осы кезде басшылар қандай болады, имамдар қандай болады, ардақ бала қалай әлемге шығады, әлемге шыққаннан кейін ардақ бала не істейді, ардақ бала қалай жүреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үтір тошқыға дейін айтып қойылған халайық. Және мына кім бар ардақ бала жайында естігендер? Олар ислам дінінің христиандар біледі осы ардақ бала деп айтып отқан жайында. Ал оларда христианда белый царь деп айтылады. Сосын миссия наш спаситель дейді. Ал үшіншісі композитор деп айтылады. Композитор бала, композитор мальчик. Сисикеш группасы шыққаннан кейін 30-40 жыл өткеннен кейін композитор бала шығады деген бар ғой айтылған. Бұл осы ислам дінінде айтылған болды. Ал бұны Иса алейхиссалам кезінде періштелер осы тағдырды ал ішіндегі ардақ баланың композиторлық әндерін, шығарған әндерін барлығын алып Иса алейхиссаламға берген періштелер. Барлығы болғанда қалдырған. Иса алейхиссаламға берген, ал Иса алейхиссалам сол кезде адамдарға айтып түсіндірген. Ақырет кезде ардақ бала деген жоқ, ол кезде белый царь деп айтпаған. Бұл кезде Иса алейхиссалам жасырып айтылып қойылған. Ақырет кезде композитор шығады бала. Сол баланың жолын ұстаныңдар деп айтылып қойылған. Осы жерін өсіп тығып айтып қойғанда, бұл осы белый царь, осы миссия, осы ардақ бала, осы Мағди, осы 12-ші имам, осы композитор бала және ислам дінінде жұмақтан келеді.